Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік? Қалайсыздар? Сіздермен біраз уақыт өтті. Зейнеткерлікке шықсам да отбасы ошаққасының мәселелерімен қол тимей кетеді. Уақыт тауып сіздермен бір өте керемет, өте бір жақсы, әжептәуір ой салатындай ой шам деген кітаппен бөліскім келіп отыр. Мүмкін көпшіліктеріңіз білетін шығарсыздар, бірақ менің қолыма бұл кітап жақында дейді. Былтыр ғана шыққан жап-жаңа кітап, бірақ қолдан қолға өткеннен кейін біршама мұжылып, мұқабасы мұқалып қалыпты. Себебі бұл Еркебұлан Дүйсенбай деген кісінің кітабы. Қызықты болғаннан кейін де бір қолдан бір қолға өтіп, міне маған да жетті. Ойшам десе, ойшам деген атының өзі ерекше екен. Артына әдемілеп ғұмырларыңыз сәулелі, ойшамыңыз жарық болсын деп те жазып қойыпты. Жақсы сөз ғой. Ғұмырыңыз сәулелі, ойшамыңыз жарық болсын деген. Сол ойшам деген кітап 11 бөлімнен тұрады екен. Сол 11 бөлімнің ең соңғы тақырыбы мен ең алғашқы әңгімесін, ең соңғы әңгімесі мен ең бірінші әңгімесімен бөлісейін, қабыл алыңыздар. Уақыт деген қысқа әңгімесі бар. Ғалымдардың айтуынша, қазіргі уақыттың тез өтуіне байланысты олар зерттеу жұмыстарын жүргізген. Әр ғасырда күн 360 күнге қысқарады екен. Сонда есептеп қараңыз, бұл деген күніне 24 сағат деп есептеп жүргеніміз 17 ғана сағат екен. Сондықтан күндер, уақыт өте тез өтіп жатыр. Бүгін жұма болып қалса, көзді ашып жұмғанша келесі жұма келіп қалғанын байқамаймыз. Қазіргі адамдардың өз жасына лайық емес, жас көрінетіндігі де сондықтан екен. Осыдан 100 жыл бұрынғы адам мен қазіргі адамды салыстырып қарап зерттегенде, ақыл есі мен ойлау қабілеті жер мен көктей. Мысалы, қазіргі 10 жасар бала бұрынғы жаспен есептегенде 6 жас 4 ай екен. Мысалы, 60 жастағы адамды алайық. Олар бұрынғымен салыстырғанда 39 жастағы адам екен. Сондықтан адамның жасын жылдан жылға қысқарып, ақыр заманға әкеле жатыр деген сөз. Негізі адамдардың пиғылы мен пейілі азайған сайын, заман да сол адам ниетіне қарай тарылып жатыр деген болжам бар делінген. Міне, бұл қазіргі уақытта ғалымдардың айтуы бойынша зерттелген зат екен. Мейлі, қазіргі уақытты қазіргі жастар бағалай жатар. Өзіміз бұрыннан келе жатқан небір қызықты, ой сананы кеңейтетін әңгімелерді оқи берейік. Қолға су құю. Қазақ халқында үйге қонақ келгенде, жас баланың қолына құман беріп, мойнына сүлгі асып, ас ішердің алдында қонақтардың қолына су құйғызатын дәстүр бар. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылған соң қайғыдан қан жұтады. Ұлық Алла оны жұбату үшін оған тағы бір ұл сыйлайды. Дәуіт ұлды болардың қарсаңында Жебірейіл періште уәхи әкеледі. Әй Дәуіт, ұлық Алла саған бір ұл нәсіп етеді. Бірақ шарт сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің дейді. Осыған ризасың ба дейді. Дәуіт іштей қынжылса да, Жаппар иемнің әміріне не қылса да ризамын деп келіседі. Көп ұзамай Дәуіт ұлды болып, есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғандықтан оның сарайына күн сайын жүздеген адам қонаққа келеді екен.
Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып, сарайдың алдына қызметке қояды. Бала күні бойы кірген шыққан қонақтардың қолына су құйып алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар: ғұмыр жасың ұзақ болсын, Құдайдың сүйікті құлы бол, басыңнан бақ, астыңнан тақ кетпесін дейді. Әділ патша бол деп, екі дүниенің сырын біл деп, дұшпаныңа қатал, досыңа адал бол, ғалым бол деп 99 түрлі тілек айтып бата береді екен. Арада 15 жыл өтеді. Сүлейменнің бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, ойы да бойы да өсіп, азамат болып ер жетеді. Бір күні Дәуіт ұлық Аллаға: «Уа Алла, маған ұлының қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің, бұл не хикмет?» деп сұрайды. Ұлық Алла: «Рас айтасың, Сүлейменнің пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым, бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған менің 99 есімімді айтып, шын жүректен алғыс жаудырып, батасын береді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу ұлықтығыма сын болар. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі мұғжиза берем» дейді. Жердегі бүкіл тау тас, аң құс 18 мың ғаламға патша қыламын дейді. Содан бастап Сүлейменге дармаған керемет қалмапты деседі. Осыған орай Сүлейменде су құйған, су иесі Сүлеймен деген сөздер ел арасына таралыпты. Қазір де қазақ халқы үйге қонақ келгенде жас баласының қолына құман мен сүлгі беріп, үлкен кісілердің батасын ал деп су құйғызады. Батаменен ел көгерер, жаңбырменен жер көгерер деген тәмсіл сол Сүлейменнен қалған екен деседі. Міне сіздерге ұсынатын қысқа 2 әңгімем осы, қабыл алыңыздар. Ой салатын жақсы әңгімелер көп, тағы бірде жолығармыз. Сау саламатта жүріңіздер.